Сәлем достар, брокколи қосылған керемет пайдалы салат жасаймыз. Менімен кірісіңіздер. Дәл осылай ыдысымызды дайындап, барлығын жуып тазалап, алдымызға дайындап қоямыз. Брокколиімізді 5-10 минутқа пісіріп алып, дайындап қойғанмын. 5-10 минутта тез ғана дайын болатын брокколи тез піседі. Ендігі кезек қыздар, міне сәбізімізді теркадан осылай өткізіп аламыз. Дәл осылай жетеді. Енді брокколиімізді пышақпен кішкене бөліп аламыз. Брокколидің бізге пайдасы өте көп қыздар. Осы салатты алдымыз жаз істеп жесеңіздер, сіздерге өте пайдалы салаттардың бірі деп айта аламын. Ендігі кезек қызанақ. Қызанағымыздың керек емес жерлерін барлығын кесіп тастап, дәл осындай пішінде турап аламыз. Ал енді қыздар, огурцымызды турап аламыз. Дәл осындай пішінде, қараңыздар. Осылай турап аламыз. Барлығын осылай ыдысқа жайғастырып, кейін сәбізді бір жуып, оны да дәл осындай пішінде турап аламыз қыздар, қараңыздар. Осылай жақсылап ұсақтап турап, оны да ыдысымызға саламыз. Сосын қыздар, бізге керек тұз, паприка, бұрыш салсаңыздар да болады. Ащы бұрыш, қызыл, қара, татымына қарай өз қалауларыңыз бойынша. Мен ештеңе салған жоқпын, тұз бен паприка ғана салдым. Сосын қыздар, бізге бір дана сарымсақ керек болады. Барлығын қосудың қажеті жоқ. Міне жартысын ғана қостым. Тұзымыз бен паприканы көз мөлшерімен салдым қыздар. Дәл осылай салып, қызып тұрған майымызды үстінен құямыз қыздар. Дәл осылай. Енді жақсылап араластырып аламыз. Өте витаминге бай. Жасап көріңіздер қыздар. Ешқашан өкінбейсіздер жасағаннан. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.